Амангелді атындағы орта мектебі. Информатика пәнінің мұғалімі Қойшыман Аманбай Төлеубайұлы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы презентация құрып безендіру. Бізде 3-ші сыныптар. Сабақтың мақсаты презентацияны әрлейді, яғни біз презентацияны әрлеуге үйренеміз. Дайын дизайн үлгілерін қолдану, яғни безендіру, дайын дизайн үлгілерін біз қолданамыз, қойып көреміз. Слайдтар арасына ауыстырулар қолдану, яғни бір слайдтан екінші слайдқа өтуді үйренеміз. Біз презентация тақырыбын бүгін бірінші рет өтіп отқан жоқпыз. Бұл бізде 3-ші тоқсанда басталған тақырып. Сол себепті бізде қазір 4-ші тоқсанның басы болғандықтан кішігірім еске түсіру сұрақтары ретінде өтілген материалды өзектендіру жұмысын жасайық. Компьютерлік презентация дегеніміз не? Слайд дегеніміз не? Презентация не үшін құралады? Презентация қандай программаның көмегімен құралады? Жауап бергендеріңізге рахмет. Ал ендеше біздің алдымызға бағдарлама ашылғаннан кейін, яғни PowerPoint презентация бағдарламасы ашылғаннан кейін, бізге әрқашанда көмекке келетін, бізге жұмыс жасауға мүмкіндік беретін ол меню жолы. Меню қатар десек те болады. Меню қатар деп отырған қатар ол файл, главная, вставка, дизайн, переходы, анимация, показ, слайд деген жазулар бар қатарды біз меню қатары деп атаймыз. Ендеше ең бірінші тұрған ол жерде файл, біз бірақ одан аттап өтеміз. Екінші главный. Главный меню жолын басқан кезде бізде главный меню жолы ашылады. Яғни соның құрал саймандары десек те болады, сол беті. Осы жерде бізде создай слайд деген команда тұр. Ол команда бізге не үшін керек және қандай көмегі бар? Создай слайд командасын басу арқылы біз жаңа презентация құра аламыз. Яғни таза парақ бетін аша аламыз деген сөз. Келесі екінші суретке мұқият мән беріңіздер. Бұл бізде меню жолындағы вставка сөзі, яғни вставка командасы. Вставканы басқан кезде вставка менюның құрал саймандары шығады, яғни орындайтын әрекеттері. Бізге көбіне осы вставка меню жолы көп көмектеседі. Себебі барлық іс-әрекетіміздің көптен бөлігі осы маңайда орналасқан. Бұл жерде белгіленіп тұрған таблица мен рисунок. Мысалға, бізге таблица кесте қосу үшін осы вставканың ішінде, рисунок қосу үшін тағы да осы вставка меню жолына кіреді екенбіз. Бұл жерде таблица мен рисунктан бөлек фигура да бар екен, диаграммалар да бар екен, өздеріңізге таныс, гиперсілтеме, яғни оны ары қарай өте жатармыз. Одан бөлек вставкада бізде звук және видео бар екен. То есть біз өзіміз бұрынырақ жазған дауыстарымыз бен видео жазбаларымызды осы жерге вставка арқылы сала алады екенбіз. WordArt, яғни жазуды әсемдеу, әдемі түрге келтіріп жазуға мүмкіндік береді. Келесі меню жолы дизайн. Яғни бүгінгі тақырыбымызға сай безендіру, яғни презентация құру және безендіру еді біздің тақырыбымыз. Осы тақырыбымызға сай біздің бүгінгі қолданылатын меню жолымыз ол дизайн. Дизайн жалпы не үшін керек? Біздің алдымызға ашылған презентация, яғни парақшамыз, осы парақшамыздың бетін сәндеуге, яғни әсемдеп, әдемі фонға, әдемі түске келтіру. Осы себепті біз дизайнды қолданамыз. Келесі меню жолы ол переходы. Переходы деп отырғанымыз жаңағы слайдтарымызға шыққан уақытта әдемі әсер беріп шығуына мүмкіндік беретін переходтар. Келесі меню жолымыз ол анимация. Жалпы негізі анимацияның 3 түрі бар. Ол жасыл түсті, сары және қызыл түсті. Бірақ біз оны түстермен атпаймыз. Біз оның орындайтын іс-әрекетіне қарай айтамыз. Жасыл түс бізде шығу әрекетін береді. Сары ол қимыл, яғни орында тұрып жасалатын әрекетті береді. Келесі түс қызыл. Ол бізде кету әрекетін береді. Яғни анимацияны біз осы 3 мақсатта қолдана аламыз. Сонымен, бүгінгі сабағымызға қарай өтсек,
Біз жалпы білеміз, презентация жасау үшін бізге PowerPoint бағдарламасы керек екенін. Себебі презентация деп аталғанмен біз оны жасаймыз Microsoft PowerPoint бағдарламасында. Сіздер мұқият суретке қарап және берілген мәліметтерді оқып өздеріңізге жаттап түртіп отырыңыздар. Сонымен бізде ең бірінші PowerPoint шаблоны дейді. Яғни PowerPoint шаблоны дегеніміз не екен? Мұқият соған мән беріп қараңыздар. Қарап болсақ, келесі слайдқа өтейік. Бұл жерде дәл мұқият мән беріңіздер, сөзді оқып және суретті қарап отырыңыздар. Керек болатын болса өздеріңізге түртіп алыңыздар. Келесі. Яғни міне байқап отырсаңыздар, бұл бетімізде, яғни дизайн таңдалып тұр. Байқап отырсыздар ма? Меню жолынан дизайн таңдалып тұр. Бүгінгі біздің тақырыбымызға презентация құру және безендіру тақырыбына келіп отыр. Мұқият оқып қарап отырыңыздар. Керемет, ары қарай жалғастырамыз. Ендеше сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Мен сіздердің әрқайсыларыңыздың WhatsApp чаттарыңызға, жеке парақшаларыңызға суреттер жібергем. Сол WhatsApp чаттарыңыздағы суреттерге, осы суреттерге қарап отырып, тауып, кімнің қай топқа бөлінетінін ажыратып, сол топтарыңызға бөлініп алыңыздар. Керемет, топқа бөлініп болсақ, бәріміз бір сәтке орнымыздан тұрып, кішігірім сергіту сәтін жасап алайық. Мынау берілген сөздерді оқи отырып, бір сергіп алсақ. Ой, керемет. Ендеше кішігірім видео жазба болсын сіздер үшін, мұқият тыңдап отырыңыздар. Microsoft PowerPoint 2010-да жаңа презентация жасаған кезде шаблондарды қолдана аласыз. PowerPoint шаблоны бұл слайдтың немесе слайдтар тобының үлгісі немесе сызбасы. Шаблонды қолдану үшін файл батырмасын, содан кейін создать батырмасын басыңыз. Бұл жерден сіз екі негізгі категорияны таба аласыз. Сіздің компьютеріңіздегі бар шаблондар және сізге office.com арқылы қолжетімді шаблондар. Егер компьютеріңіздегі бар шаблонды қолданғыңыз келсе, образцы шаблоновты басыңыз. Мұнда сіз ағылшын және орыс тіліндегі барлық бар шаблонның тізімін таба аласыз. Қажетті шаблонға басқан кезде терезенің оң жағынан таңдалған шаблонды алдын ала көре аласыз. Содан кейін создать батырмасына басыңыз. Қажетті шаблонмен жаңа презентация жасағаннан кейін бұл үлгінің автоматты түрде қойылатын үлгіден айырмашылығы бар екенін аңғарасыз. Егер сіз слайдтың сырт пішінін өзгерткіңіз келсе, дизайн қойындысын басыңыз да басқа темайды таңдаңыз. Ал егер онлайн шаблонды қолданғыңыз келсе, office.com шаблондар бөлігінің категориясын, мысалы, презентацияны таңдаңыз. Мәселен, презентацияны білім беру мақсатында пайдаланғыңыз келеді. Ол үшін обучение категориясын таңдауыңыз керек. Содан кейін қажет шаблонды басып, терезенің оң жағынан бұл шаблон туралы ақпаратты, яғни кім жасағанын, шаблонның өлшемін және дауыстар санымен көрсетілген рейтингісін көре аласыз. Ары қарай загрузить батырмасын басыңыз. Бірнеше секундтан кейін жүктелген шаблонды қолдана аласыз. Өте керемет. Бұл видео жазбадан сіздерге біраз мәлімет түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше баршамыз алдымызда тұрған дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы презентация құру және безендіру. Алдарыңызға беріліп тұрған мәліметті осы дәптерге түртіп жазып алсақ. Қарай сабағымызды жалғастыра отырайық.
Ендеше топқа бөлініп алдық. Сіздерге қазір алдарыңызға сұрақтар беріледі, яғни ол топтық тапсырма. Бәріміз топ болып әрекет жасайық. Яғни ол қалай? Мен қазір сіздерді 3 топқа бөлдім. 3 топқа байланысты мен қазір 3 чат ашам. Әр суретке байланысты менің алдымда оқушылардың тізімі бар. Ендеше сол чат арқылы қазір араласып отырып осы сұрақтарға бір-біріңізге жауап беріңіздер. Сосын жауабын маған общий чат, яғни барлығымыз тіркеліп отырған чатқа жіберіңіз. Сонымен бірінші сұрағымыз. Керемет, жазып алған болсақ, екінші сұрағымыз. Келесі сұрағымыз. Керемет, ендеше келесі бізде жеке дара тапсырмалар. Әр оқушының орындауға тиісті тапсырмалары. Дәптерлеріңізге түртіп жазып алып, қазір алдарыңыздағы компьютерге отырыңыздар. Барлықтарыңыздың үйлеріңізде компьютер бар. Керемет, берілген тапсырмаларды орындап болған болсақ, мен чатқа мынандай дидактикалық материалды Word форматында лақтырдым. Оны сотка арқылы ашып, толтырып жіберсеңіздер де болады. Тегі болмаса, компьютермен кірулеріңізге де болады. Яғни осы дидактикалық материалды аты жөндеріп сыныптарыңызбен берілген маған толтырып, өзіме қайтадан жеке-жеке аты жөндеріңізбен лақтырып жіберіңіздер. Сабағымыздың соңына да келіп жетіптік. Яғни рефлексия. Рефлексияны біз сұрақ-жауап түрінде аламыз. Мына сұрақ-жауаптарды чатқа тез кім жылдам жауап береді екен, оқып жауап беруге тырысамыз. Ал мен қарап отырайын. Керемет. Келесі сұрағымыз. Баршамыз жауап береміз, бірақ сәл жылдамдатамыз. Керемет. Келесі сұрағымыз. Өте керемет. Келесі сұрағымыз. Келесі. Дәл осылай маған жауапты чатқа жазып отырыңыздар. Мен көріп отырмын баршаңыздың жауаптарыңызды. Ал ендеше сабағымыздың соңына да таяп жеттік. Үйге тапсырма және бағалау. Үйге тапсырма бүгінгі өтілген презентация құру және безендіру тақырыбын қосымша тағы да ізденіп дайындалу. Бағалау бүгінгі чатқа жазылған, орындалған тапсырмалар бойынша үздік жауап бергендерге мен өзім күнделік жүйесі бойынша бағалаймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.